Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Таян Нұрпейісов, TestMe каналы. Бүгін біз жұмысқа байланысты есептерді шығарамыз. Жұмысқа байланысты есептер теңдеу жүйесін құрастыруға арналған есептің тарауы болып келеді. ұбт-да осы есептер жиі кездеседі. Сондықтан осы есептерді қарастырған жөн деп ойлаймын. Есептің берілгені видеоның астында келтірілген. Есеп шығару барысында осы берілгені мен оқып отырамын. Ал енді есеп шешуге кірісейік. Екі КамАЗ белгілі бір жұмысты бірге 6 сағатта орындайды. Осы жұмысты олар жеке істегенде қанша уақытта орындайды? Егер де белгілі болса, екінші КамАЗ осы жұмысты 5 сағатқа ертерек бітіретін. Осы есепті шешу үшін біз сіздерге сурет салу нәтижесінде осы есепті оңай шешуге болады деген нұсқау беремін. Сол үшін әзірше сурет салайық. Мысалы бізде 2 КамАЗ бар. Және де мысалы бір контейнер бар. Осы контейнердегі жүкті бізге сыртқа шығару керек. Яғни, осы жұмысқа байланысты есептерді шығарған кезде бізде қандай түсініктер, қандай айнымалылар пайда болады. Бірінші, яғни жұмыс. Екінші, ол сағат. Және үшінші айнымалы, ол жұмыс істеу қабілеттілігі. Ол дегеніміз не? Жұмыс істеу қабілеттілігі дегеніміз, мысалы, бірінші КамАЗдікін біз К1 дейік, екінші КамАЗдікін К2 дейік. Онда жұмыс істеу қабілеттілігі К дегеніміз ол бүкіл жұмысты К1 бүкіл жұмысты осы қанша уақытта орындайтынын көрсетеді. Неге мен жұмысты 1 деп алдым? Себебі бізде қандай жұмыс екені анық айтылмаған. Демек, бірінші және екінші КамАЗ үшін ол жұмыс ортақ. Ол жұмыс бірдей, сол үшін мен оны 1 деген санмен белгіледім. Яғни, екінші КамАЗдың жұмыс істеу қабілеттілігі К2, 1 бөлінген Т2. Себебі, ол 1 сағатта, мысалы, 5 жәшік алып тастаса, К1 деген ол 1 сағатта 4 жәшік алып тастаса, олардың жұмыс істеу қабілеттілігі әртүрлі. Сәйкесінше, бірлік уақытқа олар әртүрлі бірлік жұмысқа олар әртүрлі уақыт жұмсайды. Сол есепті шешуге кірісек енді. Теңдеулер жүйесі келісті болады. Бірінші теңдеуді біз бұлай анықтайық. Мысалы, К1 КамАЗы Т1 уақыт ішінде бүкіл жұмыс істеді дейік. Ал, яғни, осы жұмысты, екінші КамАЗ дәл сол уақыт қосылған 5 сағат көп жұмсайды. Бізде 3 айнымалы, 2 ақ теңдеу, яғни осы теңдеу жүйесін бізге шешуге болмайды. Себебі айнымалылар санына тең, теңдеу саны болу керек. Яғни бізге үшінші теңдеуді құрастыруға тура келеді. Айтарлықтай, есептің берілгенінде соған мәлімет бар. Егер де осы 2 КамАЗ жұмыс істесе бірге, онда олар 6 сағатта осы жұмысты бітіреді деген сөз. Яғни біз теңдеу жүйесін құрастырдық. Осы теңдеу жүйесін шешуге кірісейік.
Алдымен сізге беретін нұсқауым Т1 деген бізге әр КамАЗдың жұмыс істеу қабілеттілігін табу керек. Яғни осы айнымалармен ғана жұмыс істеу үшін біз Т1 уақытпен байланысты айнымалынан құтылу үшін осы екі теңдеуден Т1 мәнін тауып жіберейік. 1 бөлінген К1 болады. Мынаяқтан Т1 деген мән 1 бөлінген К2 алынған 5 сағат. Осындай болады. Яғни, үшінші теңдеу бізде сол бетінше қалады. Өйткені онда Т1 деген мән жоқ. Яғни, бізде бірінші теңдеу бойынша Т1 осыған тең, ал екінші теңдеуден Т1 деген осыған тең. Яғни, біз енді біздің теңдеу жүйемізді екі теңдеуге келтіруге болады. 1 бөлінген К1 тең болады 1 бөлінген К2 алынған 5, және де К1 қосу К2 көбейтілген 6 тең болады 1. Яғни бізде айнымалы сан екеу және теңдеу жүйесі екеу. Айтарлықтай осы теңдеу жүйесін шешуге болады. Біз алдыңғы амалымызды дұрыс орындадық деген сөз. Енді осы сияқтан бірінші теңдеуден бір айнымалыны К1-ді мысал К2 арқылы өрнектеп жіберуге нұсқау берем. 1 бөлінген К1 тең болады К2 бөлінген 1 алынған 5 К2. Яғни осы сияқтан біз теңдеудің оң жағын ортақ бөлімге келтірдік. Енді пропорцияның заңына сай К1-ді табуға болады. К1 дегеніміз ол К2 бөлінген 1 минус 5 К2. Яғни К1-дің мәні бізде К2-ге тәуелді. Осы мәнді енді екінші теңдеуге қояйық. К2 1 минус 5 К2 қосылған К2 шашан ішінде көбейтілген 6 тең болады 1-ге. Осы теңдеу жүйесін, осы теңдеуді енді шешуге кірісейік. Бұдан біз К2-ның мәнін табамыз, және де оны осы теңдеуге қойып К1-дің мәнін табамыз. К2 бөлінген, алдымен жақшаның ішін ортақ бөлімге келтірейік. Осы теңдеуді мен қалай алғанын енді түсінікті шығар. 6-ны біз бөлшектің алымына көбейтеміз. Содан кейін пропорцияның ережесі бойынша 1 алынған 5 К2-ні біз бірге көбейтіп теңестіреміз бір-біріне. Енді бізде мынаяқта К2-ның белгісіздің дәрежесі квадрат. Яғни бізге квадрат теңдеуді шешуге тура келеді. Сол үшін бүкіл айнымалыларды, бүкіл сандарды теңдеудің бір жағына жинақтап, содан кейін теңдеудің екінші жағын нөлге теңестіреміз, және де квадрат теңдеуді шешеміз. Алдымен 30 осы айнымалыларды теңдеудің сол жағына жинаймыз, яғни мынаяқта 0 болады. Мынаяқта біз 30 К квадратты аламыз, К2 квадрат алынған 12 К квадрат осы жаққа теңдеудің сол жағына минус таңбасымен көшеді, кері таңбамен минус 15 К2 минус 5 К2 тең болады. Минус 17 К2 қосылған 1 бізде сол бетінше қалады, себебі басқа сандар жоқ. Яғни осы квадрат теңдеуді шешу керек.
осы квадрат идеяды шешкен кезде алдымен енді дискриминант табу керек. Дискриминант тең болады формула бойынша b квадрат. Бізде b саны -17 квадраты, -17-ның квадраты алынған 4, a-ның коэффициенті 30, c-нікі 1, яғни 17-ның квадраты есінде жоқ, сол үшін тез есептеп жайын. 49 4 ойда 7 11 17 289. ұбытуға дайындалу барысында сіздерге тағы да беретін бір нұсқауым, мысалы 20-ға дейін немесе 30-ға дейін сандардың квадратын жатқа білсеңіз, ұбытуда сізге өте пайдалы болады, себебі осылай көбейтіп қағазға сіздің басыңыз ауырмайды. Еске сақтағаннан кейін тез жазып, тез уақыт үнемдейсіз. Сол уақытты басқа қиын есептерді шешуге қалдырасыз. 289 алынған 4 көбейтеміз 30-ға 120, ол тең болады 149. 149 дегеніміз ол 13-дің квадраты сияқты. 13-дің квадраты 13 9 169 деген. 149 ол ешқай санның квадраты емес, 144 болу керек. Яғни мен бір жерде қате жіберген сияқтымын. Осы қатені қазір маған табу керек. Қатеменді қарапайым екен. 189-дан 120-ны алсаң 169 болады деген. Сол 169 дегеніміз ол айтарлықтай 13-дің квадраты. Енді k-ның мәнін табайық. K2-ның мәні минуспен бірге қосылады 17 плюс минус 13 бөлінген 2a көбейтілген 30. Яғни бізде 30 көбейтілген 30 2-тен 1. 30 алынған 4 бөлінген 60. Ол 4-ке бөлсек 1 бөлінген 15 болады. Енді k1-дің мәнін есептейік. Формуламыз осы. K2 бөлінген 1 минус 5 K2. Осыны алдымен 2-тен 1 деген мәнді қойық. 2-тен 1 алынған 5 көбейтілген 2-тен 1. Осыны мен ағай шығмай қойын, себебі 1 алынған 5 көбейтілген 0,5 ол тең болады. Минус 2 жағым. Яғни осы теңдеудің осы шыққан мән теріс мәнде болады. Ал енді біздің жұмыс істеу қабілеттілігі тек қана 10 шама, біз оны минус 25 шаршы сағатына деп ала алмаймыз ғой. Сол үшін мынау мән біздің жауабымызға сай келмейді. Айтарлықтай бізде екінші мән бар, 1 бөлінген 15. Соны есептеп көрейік. 1 бөлінген 15. 1 минус 5 көбейтілген 1 бөлінген 15 болады. Яғни бөлшектің алымы 1 бөлінген 15 деген бөлшек. Бөлшектің бөлімі 1 алынған 5 пен 5 қысқарады 3 болады. 1 алынған 1 бөлінген 3 болады. Яғни 1 бөлінген 15. 2 бөлінген 3. Осыны ашық жазайық. Егер кім түсінбесе 1 бөлінген 15 бөлінген 2 бөлінген 3. Оң жақтағы бөлшекті біз шешу үшін ауыстырамыз. 1 бөлінген 15 көбейтілген 3 бөлінген 2. 15 пен 3 қысқарады 5 болады. Яғни 1 бөлінген 10. Сондықтан біз жауабын алдық. Бірінші камаздың жұмыс істеу қабілеттілігі
1 бөлінген 15. Осы мәнді аламыз. Және де екінші КамАЗдың жұмыс істеу қабілеттілігі 1 бөлінген 10. Алдындағы сабақта айтқандай, осы берген кезде абай болыңыз. 1 бөлінген 15, 1 бөлінген 10 деп болсын. Және де тағы да айтатыным, осы жұмыс істеу қабілеттілігі деген ұғым сізге түсінікті болу керек. Егер де бірінші көргеннен осы тақырыпты түсінбесеңіз, тағы да екінші рет қараңыз. Тағы да бір беретін нұсқауым, үйде жеке баспен өзіңіз осындай тақырыпқа байланысты есептер шығарсаңыз, сізге жақсы болады. Олар қиын емес, тек қана жұмыс істеу қабілеттілігі деген ұғымды білу керек, және оны дұрыс қолдану керек. Жұмыс істеу қабілеттілігі алдында айтқандай кез келген әріптермен белгілеуге болады. Мысалы, мен КамАЗ деген К әрпінен басталған соң К-дан белгіледім. Т деген уақыт, ол физикадан бізге белгілі бір шама, оны Т деп белгілейді әуе бастан. Яғни жұмыстың уақытқа қатынасы сізге жұмыс істеу қабілеттілік береді. Яғни қанша да бір жұмысты мен қандай да бір сағатта жұмыс істесем, жұмыс істеу қабілеттілігім сондай болады. Біздің пабликқа қосылыңыз, YouTube-тағы каналға бізге жазылыңыз. Сіздермен бірге болған Тайон Нұрпейісов. Сау саламатта болыңыздар.